Қорқыт атында Қызылорда университеті жанындағы әскери кафедра курсанттарына арналған семинар өтті. Іс-шарада әскери қызметшілер студенттермен ашық диалог құрды. Әскери кафедрада бүгінде 250 курсант бар. Олар университет жанынан жасақталған әскери базада жауынгерлік жаттығулар жасап, атыс алаңда шеберліктерін шыңдауда. Бүгінге дейін әскери кафедра 3000-нан аса запастағы офицер мен сержантты дайындаған. Запастағы офицер бағдарламасы бойынша 2 жыл оқиды, сержанттар бағдарламасы бойынша 1 жыл оқиды. Қазіргі таңда бізде 14 оқытушы сабақ береді. Барлығы әскери қызмет өткен тәжірибелі, жоғары білімді мамандар. Әскери атақтары майордан басталады, полковникпен аяқталады. Мақсаты сол, болашақтағы жастарымызға жақсылап тұрып әскери патриот тәрбие беру, дұрыс тәрбие беру, қазір заман талаптарын ескеру, халқына, еліне, президентіне сүйіспеншілік қарау, өзінің дәстүрлерін сақтау. Қазіргі таңда шекара қызметіне запастағы офицерлер және сержанттар құрамы қатарынан кафедраны бітіріп, бізге шекара қызметіне келіп, әскери қызметке қабылданған офицерлер жетіп артады. Іріктеу мен зерделеу жұмыстары осы Қызылорда департаменті арқылы жүзеге асырылады. Және де осы мақсатта біз Қорқыт университетімен биыл өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойдық. Басты мақсатымыз сыр елінің жастарын әскери қызметке қабылдау, тұрақты қызметке қамтамасыз ету, сержанттар құрамында толықтыру, осы кафедраның түлектерімен де жүзеге асыру жоспарлап отырмыз. Кездесуде әскерилер қызметтің қыр-сырымен бөлісіп, қызығын айтып, жас сарбаздарға жол сілтеп, ақылымен бөлісті. Курсанттар өз кезегінде көкейлерінде жүрген сауалдарды қойып, тұшымды жауап алды. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің әскери кафедрасының 1-ші курс студенті болам. Шара ұнап отыр. Болашақта шекара қызметтерінде, құрлық әскерлерінде қызмет етемін деген ойдамын. Шараның басты мақсаты да осы, жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастырып, мамандыққа деген қызығушылығын арттыру. Мақсат Карабай, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.